Міне, мен шынымен пайдалы лайфхактарды білдім. Демек, мен мерекелерден кейін бірінші жеткіліксіз коланы таптым. Сақтау кезінде мойынға қысыңыз, қақпақты жабыңыз, кола сіздің дәміңізді сақтаңыз. Екінші, қолданылған дымқыл майлықтар тастамаңыз. Тұқымдар оцере емес, розеткаға басыңыз. Телефонның артқы панеліне ток соғудан қорғау. Стенд, маска мен ұсақ түйектерге арналған қойманы ашыңыз. Ыңғайлы және практикалық. Баланың үшінші, өте ақылды бүйраланған оқулығы. Шаш үтігімен түзетіңіз, 1-4-ке тең болады. Майфанидин үстінде патч. Қозғалыс ауруының білегіндегі жапсырмалар еш жерде тексерілмейді. Бесінші, құнды зат. Лас шалшыққа тиімді түсіп, оптикалық принципті қолдана отырып, су пакетін суға батырыңыз. Мойынға таспа табасыз. Дұрыс емес жерге жабысып қалдыңыз. Ашпаңыз, әйтпесе қағазды жыртып тастаңыз. Оны дұрыс ұстаңыз, оңай көріңіз. Телефонның 7-ші дыбысы тыныш болды. Динамик кірмен бітеліп, сағызды динамикке басыңыз. Кірді жұлып алыңыз, ол созылады. Қызанақтың сабағына мөлдір таспаны жабыстырыңыз, сондықтан ол ұзақ уақыт бойы бұзылмайды. 9-шы, жеткіліксіз сыраны құю өкінішті. Бүгін мен оны қалай сақтау керектігін үйретемін. Сыраны бөтелкеге құйыңыз, мойныңызды жабыңыз. Қағаз майлықпен және төмен басыңыз. Мойын майлықпен тығыздалған, бөтелке төгілмейді және ағып кетпейді. 10-шы, сөмкені пышақтың жүзіне қойыңыз, оттықпен қыздырыңыз. Тігіс аударылған кезде дәнекерленген, ештеңе ағып кетпейді. 11, дәнді дорбаны байлау үшін біз бұл сиқырлы түйінді өте қарапайым түрде қолданамыз, және оны шешу үшін арқанды тартыңыз. Ол 1 секундта шешіледі. 12, шырын сабанын алыңыз, өткір ұшын жуғыш заттың шүмегіне салыңыз, диспенсер пайда болады. Құрал тікелей раковинаға сығылады, қажет емес. Ауыр, өте практикалық трина. Бөтелкенің мойнын сарысына дейін ұстап, сарысын қысыңыз. Сарысымен бел 14-ке оңай бөлінеді. Бөтелкенің жоғарғы бөлігін жарма пакетіне салыңыз. Сондықтан дозалауға ыңғайлы. Қақпақты жауып, қатайтыңыз. Жарма жеп, қатайтыңыз. Сөмкелерді киімнен тастамаңыз, олар өте пайдалы. Бүктеңіз.